Сәлем достар, бүгін сіздермен пияздың шаш күтіміне әсері туралы ақпаратпен бөлісеміз. Бірінші, біздің парақшамызға жазылып, лайк басып, толық ақпаратты тыңдаймыз. Қалың және жалтыраған шаш еркектерге де, әйелдерге де керек. Шаш түрлі себептерден түседі. Бояумен бұралау, агрессивті кептіру мен түзету, дәрілік құралдар қолдану, жиі күйзеліс, экологиялық жағымсыз орта мен дұрыс тамақтанбау, ағзаға дәрумендер мен минералдар және амин қышқылының жетіспеуі. Әрине, егер шаш өте көп түссе, трихологқа немесе дерматологқа қаралған жөн. Бұл проблемаларды біртіндеп шешу керек. Ал шашты мықты әрі берік ету үшін әрқашан үй маскалары көмектескен. Соның ішінде пияздан жасалған маскалар тиімді әсер етеді. Пиязда дәрумендер мен минералдар көп. Пияздың шаштың түсуін тоқтататында қасиеті бар. Пияз сөлін мақтаға тигізіп, бастың құйқасына жағу керек. Сондай-ақ пиязды үккіштен өткізіп, оны басқа жағып сыртынан таңып қою керек. 1,5-2 сағаттан соң жылы сумен шайып жібереді. Үккіштен өткізілген пиязға сұйық май, жұмыртқаның сары уызы, бал, 1 шай қасық қосып, құрғақ шашқа жақса, шаш түсуі мен ұштануы тоқтап тез өседі. Олар әрқашан биологиялық белсенді күйде болады. Пияз маскасы шаштың түсуі ғана тоқтатпай, сонымен қатар ол ылғалдандырады, қоректендіреді, шашты өсіреді және жалтыратады. Пияздан жасалған маскалар жарнамалаған сусабындарға қарағанда шашқа жақсы әсер етеді. Себебі пияздың құрамында нағыз тірі кератин бар. Мұндай маскалар кез келген типті шашқа келе береді. Пияз маскаларын уақытылы қолдану керек. Оны аптасына 1-2 рет жасағаныңыз жөн. Сол кезде сізде результат болады. Денсаулықтарыңыз мықты болсын. Сіздермен бірге болған Адам and Тағам каналы.